бір басшылығы қабылдады, бүйтіп лақтырады, кім жазды деді саған, не үшін жазасың, кімге керек деп те мына кітаптың ішінде шешеден боқтауды қалай қоямыз деген тарауша бар да, 16 бет арналған. Айтсаң, тағы да өзіңе тиеді да, мен қатты неге кетпей отырмын. Мынау Шымкенттің жұмсақ күші деген кітаптың принципінің өзі жалпы мынау Шымкент брендін қорғау, сақтау, бұған дейінгі келтірілген зақымдарды емдеу да. Әкімнің идеология жөніндегі орынбасары кім? Сәрсен Құранбек па? Қазіргі сол кісі. Ол кісі сізді мүмкін өзінің бәсекелесі көріп отырған шығар. Ол кісінің ішіне кіріп шыққан жоқпын, бірақ енді өкпем бар, ренішім бар, адам келу керек деп ойлаймын. Жақсы. Міне сөзіңіз аузыңызда. Онда Берденовке өтейікші, Берденов. Міне ол да енді сол катания кейпінде барды деп өзім солай қабылдаймын. Қазақтың бір маңдайына туа біткен азаматымыздан енді айырылып қала жаздадық. Сол Шымкентте болып отыр бұл оқиға. Шымқалада неге бәлеқор блогер мен журналистер көп? Мысалы, бір мүмкін атын айта беруге де болатын шығар, или айтуға болмай ма, депутаттар бар да, өлерде жек көреді оңтүстікті. Тек Шымкент емес деп жатқаным осы. Мен Шымкентті айтып отырып, глобалды, тіптен түркілік деңгейдегі мәселелерді қозғап өткен жайым бар. Түркі халықтарымен бір-бірін түсінбейтін версиясын әдеби тіл қылған. Түркменде де солай, татарда да солай. Назарларыңызда Қасқа жол және оның тізгіншісі мен Жамбыл Зейнолла. Сонымен бүгінгі тақырыбымызды біз мынау соңғы оқиғаларға, Шымкенттегі соңғы оқиғаларға арнайық, жалпы сол жерге қатты мән берейік деп отырмыз. Әйтпесе енді көп дүние айтылады бүгінгі сұхбатымызда, өйткені алдымызда да көп қырлы спикерлеріміздің бірі келіп отыр. Ол Абылайхан Қалназаров. Енді айтып өтейін алдымен. Абылайханды біз лингвист, мәдениет танушы, саяси технолог, социолог, философ, қазақ танушы және оның ішінде міне соңғы Шымкент танушы деген қосылды сізге. Алдымен енді қош келдіңіз дейміз, бәрін араластырып жатырмыз ғой. Сонымен сізді нақты кім дейміз? Соған жауап берейікші алдымен. Армысыздар, сұрағыңыз өте орынды. Енді бұл сіз айтып өткен теңеулердің бәрін мен өзім бекіткен емеспін. Ол жағы түрлі жағдайда, түрлі уақиғаларда, түрлі ситуацияларда сұхбат беретін, пікір білдіретін кездер болады. Соған қарап, кейде журналистердің тереңірек зерттемей беріп жерген лақаптар десе де болады. Шын мәнінде мен мысалы диплом бойынша да, басқа бойынша да мен мәдениет танушымын. Одан кейін менің өзімде де мен кіммін деген сұрақ көптен бері болған. Сол сұрақтың жауабын мен жақында таптым. Мен мәдениет танушы, саяси ағартушы, технолог екем. Яғни әр адам өзіндігін сезінеді ғой, бір белгілі бір уақытқа келгенде. Мына қоғамдағы өзінің бір орнын, рөлін табады, қоғамға бір мемлекетке деген пайдалы жерін табады, кетігін табады деген секілді. Яғни мен мәдениет танушы және саяси ағартушы, технолог екем. Сондықтан жаңа сіз айтып өткеннің бәрі ол журналистер қауымының біліп-білмей таңып қойған атаулары. Бірақ мен олардың ешқайсысына жоқ демеймін. Айтып жатса, демек жақсы, демек менің елеп ескеріп жатқан. Жарайды. Енді бұл сұрақтың туындауында да себеп бар. Өйткені енді кітап жазғанда да сіз бір кітабыңыз балуандарға қатысты арнайсыз, яғни спорт тақырыбы бұл дегеніміз. Енді келесі кітабыңыз міне Шымкенттің жұмсақ күші деп аталады ғой. Бұл саяси технология тақырыбына арналған, яғни Шымкент қалай өзінің имиджін қалыптастыру керек, қалай жасау керек, қай уақытта жүру керек деген тақырыптар арналады. Тағы бір еңбегіңіз мынау мәслихат депутаттарына арналған. Дұрыс, енді басын шешіп алғанымыз дұрыс болды. Жалпы Шымкентке енді мүмкіндік болса, жалпы Шымкентке көңіл бөлейікші. Өзіңіз де сол жақтың тумасысыз. Шымкенттің жұмсақ күші дейді. Бұл кітапты жалпы жазудағы идея қайдан келді? Мысалы, бұны мен енді көрермендерге де көрсетіп қойын. Саяси технология туралы тұңғыш қазақша кітап деп тұр. Оған да басымдық беріп өтейік. Енді бұл сұрақты қойып отырған бірінші сіз емессіз. Бұған дейін де бұл сұрақ
жекелей өмірде де осындай подкасттарда да қойылып келе жатыр. Сонда да тағы да жауап беріп өтейін. Бәрі енді ойлайды ғой, жаңағы бір қараса балуандар жазып жүр, бір қараса саяси технология, бір күні депутаттар деген секілді. Иә. Әр алуан тақырыпта қалам тербейді деп ойлайды. Бірақ шындап келген кезде менде екі-ақ линия бар, екі-ақ бағыт бар. Яғни менде біріншісі ұлттық спорт бағыты. Мысалы, бұл тақырыпты мен енді балуандар тақырыбы арқылы келдім. Қазір мысалы көкпар туралы 4 томдық кітап әзір тұр. Асық ату деген не деген кітап әзір тұр. Тоғызқұмалақ туралы кітап әзір тұр. Яғни жекелей қарасаңыз түрлі тақырып сияқты, бірақ бұлар ұлттық спорт. Яғни менің басты бір линиямның ішіндегі тармақшалар ғана. Сондықтан бұны бір-ақ бағыт деп түсінген жөн. Атауына қарап емес, бағытына қарап. Иә. Одан кейін мәслихат депутаты туралы кітап деп жатсыз. Ол мәслихат депутаты қандай болу керек деген кітап. Және Мемлекетшілдік осы жерде қолдануға келе ме? келеді. Қазір мен оған да келем. Мәслихат депутаттарының оқулығын жаздық мысалы. Енді мен бұның бәріне бір көлденеңнен кимелеп кіріп кеткен адам емеспін. Спорт тақырыбына болсын, осыған болсын. Мен осы салада жұмыс істеп, пәлен жыл тәжірибе алып, көріп, біліп, сөйтіп жазып жүрген адам. Мысалы, мен тап қазір жұмыс жасап жүргенім салам мәслихаттар саласы, осы республикалық ұйымда, осы бүкіл Қазақстанның мәслихаттарын үйлестіру ұйымда қызмет атқарып жүрмін. Сондықтан ол ешқандай оғаштық жоқ. Бірақ бір түсінетін момент бар, менде екінші бағыт бар, ол саяси технологиялар бағыты. Мынау айтып өткен Шымкенттің жұмсақ күші де саяси технология, мәслихат депутаттарына қатысты кітаптарда саяси технология. Тіптен сіз оны айтасыз, мен қазір діни журналистика бағытында да бір кітапша әзірлеп жатырмын да. Егер атауына қарасаңыз тағы бөлек сияқты. Бірақ ол да екінші линия бағдар, саяси технология бағыты. Менде былайша айтқанда екі-ақ бағыт бар. Мынау сіз айтып отқандар соның ішіндегі бөлімше тарамшалар. Сондықтан жұрт сыртынан қарап түсінбей қалып жүр. Жақсы. Осыны атап өткім келеді. Ал енді осының бәрін біріктіріп тұрған бір дүние бар да. Ол жаңа өзіңіз айтып өткен мемлекетшілдік бағыты. Енді мен мемлекетшілдік бағытына Абылайхан қандай қатысың бар деуіңіз мүмкін. Мысалы, мен мынау Гумилев атындағы университетте докторантпын. Онда менің өзімнің зерттеу тақырыбым бар. Ол қазақ мемлекетшілдік философиясы деген. Яғни мен бұны академиялық тұрғыда кеңінен алып, қазақтың ескі дүниетанымын, бұрынғы мемлекеттік елдік санасы қалай болды деп зерттеп, соны тұжырымдап жүрген адаммын. Егер осы екі бағыттың одан да үлкен тамырын алатын болса, ол мемлекетшілдік. Яғни екеуі сол мемлекетшілдік ұғымның аясында қарастырылып жатыр. Яғни мен жазған дүниенің бәрі ол бір тұтастай қарағанда, кеңінен қарағанда, ол мемлекетшілдік бағытында кітаптар. Осыны атап өткім келеді. Енді Шымкенттің жұмсақ күшінен бастайықшы. Шымкенттің не түрткі болды? Жұмсақ күші кітабы. Неге Шымкент? Енді бұл сұрақ өте күрделі сұрақ. Неге Шымкент деп те сұрайды. Енді бұл кітаптың дүниеге келуінің өзі бір қызық. Негізі көбіне адам жазам деп жазбайды. Мынау өмір жазғызады, қоғам жазғызады, ситуациялар жазғызады. Кейде биографияң жазғызады. Мысалы, енді бәріміз білеміз ғой, Шымкент деген тақырып, ол сондай тақырыпта ешқашан ешкім бейжай қарай алмайтын тақырып. Енді жақсылы жаманды осы ұғымның айналасында қалыптасқан ассоциациялар, түсініктер, стереотиптер бар. Енді бұл енді Шымкент деген қазіргі түсінікте бұл бір қаланың ғана атау ғой. Сәл ертеректегі осы тәуелсіздік жылдары осы совет кезіндегі түсінікте ол бүкіл оңтүстікті білдіретін ұғым болды. Енді мен өзім мысалы отырарлық азаматпын. Осы Түркістан қаласы мен Шымкенттің ортасында туылғам. Яғни енді сыртқа жағы шымкенттіктер деген ұғымды мен студент кезімнен Алматыдан, Астанадағы жұмыс істеу барысында өте көп басымнан кештім. Осы ұғымның пайдалы да зиянды тұстарын басымнан кештім. Және мені ылғи белгілі бір орталарда жүргенде көбіне осы Шымкент призмасында
қабылдайтынын байқадым. Зиян да көрген жерлерім болды мысалы. Яғни осының бәрі осы кітапты бір жазуға бір ішкі түйткіл болды. Одан кейін мынандай болады ғой. Неге осы енді Шымкент ол жаман өңір емес қой, бірақ қоғамда сондай бір қасаң түсініктер бар да. Сөйтіп келсін келмесін төмпештей береді. Мынау әсіресе журналистер ортасы рейтинг, хайп жасау үшін келсін келмесін Шымкент атын, Шымкент брендін эксплуатациялайды. Яғни қаралым жинау үшін. Ана жерде бір кішкентай ғана бір атау тұрса, сол қаншама қаралмақ келеді деп, олар да кеңінен қолданады. Оның артында миллиондаған адамдар жатыр ау, олардың да ара-абыройын қозғайды ау деген түсінік, олардың тағдырына да әсер болады деген түсінік болмайды. Сөйтіп осы брендті әбден тізесін шығарып жерген десе де болады. Яғни осының бәрін көріп жүрдім. Одан кейін мен ойлайтын, мынау Шымкенттің өзінің идеологтары бар, жарайды, енді елдік республикалық деңгейде алмай-ақ қояйын. Ол жерде ол 20 регионның мысалы тап қазір мәселесімен отыр, олар басқат, Қазақстанның мәселесімен. Ең болмағанда мынау Шымкенттің өзінің басшылығы бұны реттеу керек қой деген ойда жүрдім. Сонымен қарап отырсам, көбіне мынау идеология саласына келген адамдардың өзі мынау Шымкент брендіне жаны ашымайтынын байқадым. Жалпы мынау қазақта бір сөз бар ғой, бір анекдот бар ғой, қазір кеңінен таралған. Бір жігіт бір жерге резюмесін алып жұмысқа тұрайын деп келіп отыр дейді. Сөйтсе резюмесін қарап, бала шықпаған төбең жоқ екен ғой деген бір аржанда бір қызық сөздер бар ғой. Сөйтсе сізді де бір төбе деп келіп отырмыз ғой деп жауап береді ғой. Тура сол сияқты Шымкенттің басшылығына келіп идеологиясында отырған көп кісілер бір төбе деп қана келіп кетеді екен да. Содан кейін кеткеннен кейін қанша жылдар жұмыс істеп, сол жерден абырой тауып, үлкен қызметтерге кетіп қалса да, сол үзілді кесілді өзін Шымкентпен мүлдем ассоциациялағысы келмейді. Былайша айтқанда бір артта қалып кеткен төбе да, бір шыққан түскен. Яғни осындайларды байқадым, жаны ашымастық. Енді ана жердің тумалары ең болмаса, сыртты қоя бер, сырттың адамын, тумалары бір әрекет қылу керек қой деп ойласам, олар да сондай екен да. Сол бір белгілі бір кезеңде өйтіп қызметін атқарады екен да. Одан кейін де түрін құрсын кәпір деген сияқты алысқа сонда өзін алыс ұстайды екен. Соның бәрін байқадым да, енді мынандай не бар ғой, мен болмасам кім деген. Сосын мен енді идеологиялық салаларда жұмыс жасаған адаммын. Былайша айтқанда партия көргем, тағы бірнеше осындай бағыттар, сайлауларға қатысқам деген секілді, саяси технологияның бағыттарын көргем, журналистте болғам. Сондықтан мемлекеттік қызметті де көрдім. Бұл тақырыпты мен ғана жан-жақты ашып жаза алатынымды түсіндім да, кірісіп кеттім. Сөйтіп ұзақ ізденіс, тәжірибе нәтижесінде осылай дүниеге келді. Және бұл кітапты мен Астанада бастадым. Шымкентке де барып 6 айдай жатып, енді қанша дегенмен сыртқа кеткеніне біраз болды ғой деп, бүкіл процестеріне қатысып, ол жерден де көріп, деректер жинап, сөйтіп, сосын мынау Саймон Анхольд деген кісі бар. Ұлыбританияда үлкен бір сондай ғалым кісі, мына брендинг саласының майталманы. Сол кісінің теориясына салып, Шымкентті фактажын кіргізіп, осындай кітап дүниеге келді. Бірақ бір момент бар, бұл жерде тек Шымкент деп қалмау керек. Бұл жерде бүкіл Қазақстан. Яғни Шымкент, міне мен ішінде тіптен жазып қойғам, Шымкент қаласы мысалында Қазақстан қалалары мен өңірлерінің брендін тиімді басқарумен имидж идеологиясын тұжырымдап, ілгерілету бойынша үлгілік ұсынымдары мен талдаулар. Түсінікті. Егер былай кең мағынадағы атауына келетін болсақ. Сөйтіп, былайша айтқанда бұл кітап бүкіл мемлекетшілдік болсын, елдік сана болсын, бәрін қамти отырып, Шымкенттің мысалында, бірақ бүкіл елдің идеологиясында қамтып кетті. Түсінікті. Сосын тағы бір момент бар, бұл кітап идеологтарға көбірек арналып жазылды. Былай халықтан гөрі. Өйткені менен бұл кітапты алып оқыған бір кісілер болды, абылай не жазғасын түсінбедік деп. Мен айттым, бұны түсінуіңіз қиын болады дедім, өйткені сіз басшылық қызмет, ішкі саясат деген секілді мына идеологиялық салаларды көруіңіз керек дедім. Мемлекеттік қызмет, басшылықта болуыңыз керек дедім.
Одан кейін бұл колбаса жейтіндерге емес, колбасаны жасайтындарға арналған кітап та, қалай саясат жасалады деген. Соған жауап кітап. Сондықтан бұл былайша айтқанда элитарлы кітап десе де болады. Және бұл қоғамға әсерін берді. Мысалы, мен мәдениеттанушымын деп отырмын ғой. Мен Шымкент осы жақта туылғанмен неге жаны күймейді деп ойлаймын да. Кеше өзіңіз көріп отырсыз, тиктоктағы бір жерлерде жүр, жаңағы Шымкенттің жігітіне тұрмысқа шығармедіңіз деп біреу сауалнама алып жатыр. Қыздардың жауаптарын көрдіңіз да. Осындай мәселелер қаншама. Мысалы, кейбіреу әділетті, кейбіреу әділетсіз таңылып жатқан күнәлар да. Бірақ осыны идеологтар көріп отырып, қалай саусағын қимылдатпайды, қалай шыдап отырады. Оның қолында ресурс бар, оның қолында ақпарат құралдары бар, оның қолында административті күш бар. Сөйтіп отырып саусағын қимылдатпайды да. Мен соған таңғаламын. Сондықтан мен өзім осылай инициатива көтеріп кірісіп кеттім. Өте жақсы. Мынаған мемлекеттен бір тиын бөлінген жоқ. Мен таза бір өзімнің азаматтық бір туған жерге деген парызым бір тұрып беру десе де болады. Жігіттік сөзбен айтқанда, өңір ар абырой үшін тұрып беру. Енді мына кітапты жазған адам ретінде, Шымкентті жақсы білетін, Шымкент танушы ретінде айтып өтіңізші, жаңа қызға қатысты мысалы. Мен енді павлодарлық болғаннан кейін ондай проблема бізде де болды. Ойбай, Шымкентке күйеуге шығып барады екен дегенде, ойбай дейтінбіз енді. Таңғы 4-те тұру басталды, ауланы сыпыру басталды деген сияқты әңгіме бізде де болатын негізі. Қорқатынбыз. Енді мысалы дәл осы әңгіменің аясында қалай шешуге болатын еді, міне сіз идеолог ретінде айтып өтіңіз. Сол жердегі атқамінерлер, мынау екі жастың үйлену мәселесін алып, соны басқалардың солтүстіктегі жұрттың қабылдау мәселесін қалай шешуге болатын еді? Ең алдымен кеңірек ракурста, кеңірек масштабта айтып өткім келеді бұл мәселеге. Өйткені онсыз түсіну мүмкін емес. Бізде қазақ қоғамына мынау отаршылдықтың таңып кеткен екі залалды бір тенденция дейміз ба, стереотип дейміз ба, немесе таңып кеткен сондай бір шаблоны бар. Ол біреуі тайпаға таңып кеткен шаблон. Мысалы, біздің Найман ағайындарды келсін келмесін анекдотқа қосып, тағы басқа түрлі сөздерге арқау етіп, сондай біртүрлі әңгімелер тудырып кеткен. Одан кейін ол руға бөлінушілік деңгейде жасап кеткен бір залалды мұрасы. Екіншісі ол өңірлік деңгейде жасап кеткен залалды мұрасы. Яғни бұлар проект. Мысалы, мен бұл тақырыпты, осы Шымкент тақырыбын зерттеген кезде, осы Шымкент брендінің енді зақымдарын қалай емдеуге болады, жалпы бұл қалай пайда болды дегенді, мысалы, сіз айтып отқан солтүстік өңірлерінде, шығыста, батыста, орталықта, осындай оңтүстікке деген осындай бір түсініктер, сөйтсем оның бәрі проект деген. Мысалы, біріншісі Ақпатша заманында жүзеге асырылған. Оларда бөліп алда билей бер деген қағидатпен жандарал генералдарға үлкен тапсырма болған. Қазақты максималды түрде бір-біріне қарсы қою. Анау сексеуілге ұру дейді ғой. Сондықтан олар рулардың арасын ашатын бүкіл айла шарғыны қолданып, стереотипизация деп аталады бұл. Сондайлар жасаған. Кәдімгі ғалымдармен ақылдасып отырып, отаршылдық администрация. Сөйтіп, олардың үлгеріп кеткен, ол тайпалық деңгейдегі стереотиптер. Олардың үлгеріп кеткен. Енді советтік кезеңде бұлар бейтіп қарайды, қай жерде рухани орталық, қай жерде демографиялық басым күш. Бұның бәрі ашаршылықтан кейінгі болып отқан оқиға. Әбден қазақтың демографиялық күші, рухани потенциалы әлсіреген кездегі әңгіме болды. Мынау бергі әбден советтер күшейіп, большевиктер билікке келіп алған кез. Сол кезде қараса, қазақтың демографиялық күші оңтүстікте қалыпты. Бүкіл рухани орталық оңтүстікте. Өзек, діңгек со жақта. Рухани, діни, менталдық негіздері, мемлекетшілдік символдары бәрі оңтүстікте қалып кетті, негізінен. Мына жақтағын бәрі талқандап үлгерген. Шын мәнінде, мысалы, қазақтың демографиялық омыртқасы негізі арқа болғанда, арқаның қазағы төгілді дегенде, мына Орта Азия хандықтарының зәресі қалмайтын болған. Өйткені негізгі қалың қол сол жақтан келетін болғанда, бірақ сондай тарихи уақиғалардың зардабынан
былайша айтқанда оңтүстік қана өзінің потенциалын сақтап қалады. Сосын не істейміз дейді да. Бұрынғы олардың да идеологтары бар ғой, отаршы идеологтар отыр ғой, Кремльде отыр, басқа да отырады да. Оңтүстік негізгі матрицамыз, қазақтың матрицасы мына жерде екен дейді да. Түркістан осында, Яссауи осында, Арыстанбаб осында, батыр балуандардың пірі Баба Шаштайыз осында дейді да. Шымкенттің айналасында неше түрлі құйтырқы әңгімелер, анекдоттар, тағы мен айтып өткен стереотипизация саясатын қолданады да, сөйтіп бүкіл өңірді қарсы қояды. Яғни өзіңіз ойлап қараңыз, сіздің демографиялық ядроңыз, ұйымдастырушы менталдық негіздеріңіз жатқан өңірге өзін өзі адамдар түсінбейді. Бір дұшпандық көңіл, бір бейсаналы бір қарсылық, қызын бергісі келмеу, ол жақтың қызын алғысы келмеу деген секілді, былайша айтқанда бөліп қойғанда. Енді оны мен талай адамнан сұрадым да, мысалы, бір Алматыдан пойызда бір кісі, бір Семейден бір кісілер келе жатты, зиярат етеміз деп. Сол кіргеннен кейін бір түрлі әңгімелер бастады, сонымен сұрадым да, осы не себеп? Шымкент туралы әңгіме бар ма? Өзі зиярат етуге келетір Түркістанға, бірінші рет келетір, қонаққа келетір. Соны сұрап жатырмын да, енді бұл не үшін олай дейсіз деп мен зерттеушілік қызығушылықпен сұрап жатырмын да, айтып бере алмады да. Білмеймін дейді да, білмеймін, осылай ғой дейді да. Естігенім бар. Оны сіздің миыңызға, тіліңізге сап қойған кім деймін да, жауап бере алмайды. Осы сұрақты мен талай ғалымдарға да қойдым. Мысалы, бір мүмкін атын айта беруге де болатын шығар, или айтуға болмай ма, депутаттар бар да, өзінің пан-клубы дейді, былайша айтқанда, қолдау ортасы, күш алған ортасы, жанкүйері бәрі Шымкент, бірақ өлердей жек көреді оңтүстікті. Сол жақтан қаржы табады, мысалды, бір депутат кісіміз бар. Енді әзіл шыны аралас деп түсінсін. Абзал деген бір кісі бар, мысалы. Абзал Қыспан? Енді Абзал деген кісі дей салайын, Абзал көп қой. Сондай бір қызық тенденциялар. Ал ол ұғым түсініктерді ол кісілердің миына, жүрегіне кім сап берді? Бұл проект. Яғни қазақты бөліп жаратын проекттер бұрын осылай іске қосылған, яғни бір отар болған метрополиядан қалып кеткен екі мұра, залалды мұра. Біреу тайпалық деңгейдегі стереотипизация, екіншісі өңірлік деңгейдегі стереотипизация. Ал одан бері жасалып жатқан проекттер мен айта алмаймын. Мен көріп отырмын да, қазір таңғаламын да. Мен егер тіпті мынандай ой болған, мен бір үлкен бір лауазымды кісілерге шыққам. Менен мына политтехнологияны меңгердім ғой, көріп отырмын ғой. Неге осыларға бір орталық болып тойтарыс бермейсіздер деп ше. Кәдімгідей ғылыми болғанда енді халыққа өтетін формада идеологиялық тұрғыда неге тойтарыс бермейсіздер деп. Анау ұйым бар ғой, мына ұйым бар ғой дейді. Мен айтамын, солар жасап жатыр дей ма? Олар ол жердегі жасайтын адамдар біріншіден дайындығы жоқ деймін да, екіншіден идейный емес деп жатырмын да. Ол үшін сен мемлекетшілдік, елдік санаға ие адам болуың керек та. Ана бір төбе деп келген адам болмау керек ол ұйымда да. Мысалы, мен қолдау табамадым. Шынын айтайын. Сондықтан мен қазір өзімнің шамам келетін ғана деңгейде қарсы әрекет қылып жүрмін. Бір адамның өмірі, әлеуеті, таным түсінігі, мүмкіндігі деңгейінде ғана. Мысалы, ұлттар араздығы, осы ұғымды кеңінен тарқататын болсақ, мысалы, бұл туралы мен тағы бөлінсек азақпыз, біріксек қазақпыз деп Ел-Кезет порталына сұхбат бергем. Сол жерде осы мәселелер көбірек атадым да. Неге, мысалы, қазақ кавказдықты көрсе, тағы басқа өзіміздің ұйғыр ағайындарды көрсе, қырғыз ағайындарды көрсе, бір бүйтіп тітіркеніп өзінше бүйтіп тұрады жағдай. Олар бізді көрсе неге бүйтіп тұрады жағдай. Кім осылай істеп қойған? Мысалды, неге отарлаушыға қатысты сондай тітіркену жоқта, бәрімізде махаббат отарлаушы метрополияға. Өзара соның отары болған бейшаралар, былайша айтқан кезде, бір-біріне деген бір жек көрушілік, сондай бір аяқтан шалушылық, жақтырмаушылық бар. Яғни бұның бәрі сол отаршыл идеологтардың өте сауатты, сәтті жасап кеткен, жүзеге асырып кеткен жобалары. Мысалы, осындай мәселелер қамтылған. Мына жердегі
мен тек Шымкент емес деп отқаным осы. Мен Шымкентті айтып отырып, глобалды, тіптен түркілік деңгейдегі мәселелерді қозғап өткен жайым бар. Мысалы қарапайым мысал, біздің қазіргі әдеби тілдеріміз қалыптасты ғой. Мысалы біздің қазақ тіліміз, өзіміздің әдеби тіліміз бар, қырғыздың әдеби тілі бар, түркменнің деген сияқты да. Бірақ ол жерде де қарап отырсаңыздар, Кремль идеологтарының қолы бар. Мысалы сол әдеби тіл қалыптасу кезеңінде, мысалы Өзбекстан мысалында алайық. Олар алғанда, мен Қазақстан мысалында айтсам, дау-шар болып кетеді. Өйткені не болды? Сол болды, енді Құдайдың жазғанды, осыны қабылдаймыз қазіргі шындықты. Бірақ сол кездегі не жасалғанын айтып өткім келеді. Мысалы Өзбекстанды 3-4 түрі болған, әдеби тілі болу версиялары. Біреу жағы Ташкеннің төңірегі, біреу жағы Хиуа төңірегі деген секілді, Жазақ, Хиуа төңірегі, Бұхара сол жақтардың төңірегі және Ферғана төңірегі. Бұлар қарайды, әдеби тіл қайсысын қыламыз? Хиуаны алсақ, оғыздық сипаты басым, қыпшақтығы да басым. Өйткені Хиуаның костягі ол қоңырат руы мысалы. Қыпшақтық болса ол бізге жақын деген сөз ғой. Қазақпен былайша айтқанда Қарақалпақтың деңгейінде ғана айырмашылық болады. Жақсы, түсінікті. Егер сол сөйлесу деңгейінде түсінікті. Иә. Бұхараны таңдаса да солай, Жиделібайсын жатқан жер, Жазағың да, Ташкенің де. А Ферғананы қараса, тәжіктің ықпалына несіне ұшыраған О деп сөйлейтіні, әдеби тіл алады да, бұлар Ферғананы таңдайды да, осы әдеби тіл, осы стандарт дейді, мектептерге енгізіп жібереді. Сонымен ана поколение бізбен түсінікті тілде сөйлегенмен, олардың баласы, немересі, шөберелері мына Ферғананың әдеби тілі стандартында сөйледі да, қазір өзбек пен қазақ сөйлесе, біз ай десек ол ой дейді, айбек десең ойбек дейді. Мысалы да. Сондай деңгейде андай жұмыстар жасалғанда, қырғызда да солай, ең басқа түркі халықтарымен бір-бірін түсінбейтін версиясын әдеби тіл қылған, түркменде де солай, татарда да солай. Барынша арамызды ашып, бір-бірімізбен түсінбейтін, бір-бірін тілі сәйкеспейтін етіп жасап кеткен. Одан бөлек шекаралық бөліністерді білесе, башқұрт пен қазақтың ортасына жасап кеткен бір шекарамыз шектеспейді. Әзербайжан мен Түркия шектеспейді деген сияқты. Ол енді бөлек. Енді отаршыл идеологтардың жасағанын мен осы мемлекетшілдікті зерттеп жүріп, осы Шымкент тақырыбын зерттеп жүріп, түсіндім да. Түсінгеннен кейін мен әрекет қыла бастадым. Жақсы. Былай істейік. Біз енді Шымкенттегі соңғы оқиға деп жаңа кіріспесінде айттым ғой, ол енді Руслан Берденовтың кейсі, біз оған келеміз сәл уақыттан кейін. Одан бұрын мынаны айтыңызшы, қазір енді идеология деп жатсыз, облыс әкімінің идеология және білім және денсаулық сақтау саласы бойынша орынбасары бар жеке. Яғни мына кітап сол кісінің негізі үстел кітабына айналу керек қой, сол кісінің бір көмекші құралы болу керек негізі, солай ғой. Олар жалпы қалай қабылдады бұны, бұл дүниені? Енді айтпасаң шындықтың ата сөйлет дейді. Бұл кітап жазылу барысында да негізімен Шымкент әкімдігіне жазып жатқанды хабарын бергем негізі. Жазылып жатыр деп пе? Жазылып жатыр, зерттеп жатыр, міне Шымкентте жүрмін деп. Енді бұл бірінші мәселе. Сосын сіз Шымкент әкімінің идеология жауапты басшыларының алдында жату керек қой деп жатсыз ғой. Бұл Шымкент емес, бұл бүкіл қазақ идеологияға жауапты басшылар мен өңір басшыларының алдында жату керек кітап. Жақсы. Өйткені бұл жерде жүйелік мәселелер көтерілген. Шымкент, Түркістан деген атауын алып тастасаң, сенің өңіріңмен 100% бірдей болып шығады. Мысалы мен бір Маңғыстауда үлкен бір ағам бар, Жаңбырбай деген, үлкен қызмет істейді. Осы кітапты алып оқып, аға пікіріңіз деп бізбен 75-80% кеп тұр деді. Маңғыстаумен, идеологияны жүргізуге кеп тұр деді. Яғни бұл соншалық бір айырма бола қоймайды. Және сіз алдыңызда бұл тек Шымкент емес, бәрінің алдында жату керек. Және мен тағы бір мәселені атап өткім келеді, бұл кітап көбісінің алдында жатыр. 100 данадай болып шықты өзі басында. Енді үлкен деңгейде мен айттым ғой, бұл колбасаны жейтіндерге емес, бұл колбасаны жасайтындарға арналған деп. Мен сол колбасаны жасайтындардың
көбісіне хабарын беріп, біреу сатып алды, біреуі сұрап алды деген секілді алдында жатыр. Және бұл кітап Қазақстан бойынша үлкен өзгерістер берді. Идеологиялық, тектоникалық өзгерістер берді. Оны қазір айтудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Әр шындықтың өзінің бір тоқталып өтіңізші соны. айтылы әр шындықтың өзінің бір пісетін уақыты болады да, айтылатын уақыты болады. Ерте айтсаң, ол шикі болады. Өзінің дер уақыты келеді, мен айтамын оны. Менің енді ана көзімнен байқадыңыз ғой сұрақты негізі. Мына нәтижесін берді дегенде енді мен бұл өзім таңғалып республикалық деңгейде осы идеология құлағын ұстап отқан адамдардың қолында тұр. Және олар сызып оқып жатыр деп білем. Және кейбіреулері карьерада жасады. Білем, осы кітаптың арқасында. Енді бізде мынандай бар ғой. Кісі қақсы деп Абылайдың идеясы деп ешкім ешқашан айтпайды. Ол солай. Жағы бұрын бір әкімнің қасында кеңесші болған бір кісі айтып еді. Бүгін осылай деп идея айтсаң, ертең өзінікі қылып не істеп отырады дейді. Ол сонысына ол кеңесші ғой. меншікте бола ма? Бірақ мен бұл жерде айтайын дегенім, бұл кітап жұмыс жасап жатыр. Жақсы. Енді жағы Шымкенттің өзіне қатысты. Қалай қабылдады бұны? Енді мен жазылып жатқан кезде идеология басшылығына хабарландырдым. Көмектесеңіздер дұрыс болушы еді дедім. Енді түрлі жағдайлар, ойындар ойналып кетті ол кезде. Енді ұзын сөздің қысқасы, ол детальдарына кірмей-ақ қойын. Алдын ала белгілі бір нобайларды сұралды, ұсыныстар сұралды. Мен енді арам ойым жоқ, бердім. Мынандай нәрсе бар да, менің бір марқұм атамның бір айтқанды жақсы көретін бір сөзі бар. Енді ол өзі бір қожаларға, нелерге жақын жүрген кісі ғой енді бір замандар. Кәпірдің қолымен мұсылманның тірлігін атқарып ал деген. Жалпы мен енді өзім Шымкентті зерттегеннен кейін Шымкент басшылығының болмысын түсінген адамда жалпы әр буында келген Шымкент басшылығының типажы дейді ғой. Мен қатты бір үміттенген жоқпын. Сол принцип қана болды. Және өзіммен сол жерде соңы қалай олар реакция беретініне дейін өзім болжамдап үлгердім. На той политтехнолог дейді ғой. Тура мен айтқандағыдай реакция болды. Сөйтіп ұсыныстарың бер, басқа бер деп ұзағынан созылды. Мен сол жақтан күтіңкіреп қалдым, мысалды. Сәл кейіндеу шығуының да мәні бар. Сөйтсем жағы идеялар іске асырылып кеткен екен да. Сол этапта ше. Мен қазір айтатын болсам, тас үстінде тас қалмайды да. Бұл кітап бойынша жүзеге асырылған соңғы 4 жыл, 5 жылдың көлеміндегі іске асырылған дүниелер. Енді айтайық Әбеке, айтайық соны. Біреуін, екеуін. Өйткені енді мемлекеттің деңгейінде осы кітап бойынша жүзеге асырылған дүниелер баршылық дейсіз, әлізерге шикі дейсіз, ол енді құр сөз болып қалады. Нақты көз жеткізейік. Біреуін айтып өтіңіз. Енді ол менің талабым деп айтайыншы сізге. Сосын басқа тақырып өтейік. Мысалы, яғни ол меншіктеу ғой енді, мысалы, сіздің еңбегіңізді меншіктеу болып саналады, солай ғой? Енді белгілі бір деңгейде солай деуге де болады. Бірақ кітап жазған адам былай жазады да, халыққа деп. Сосын мен бір жазушы кісінің әңгімесін естігем. Абылай жазған дүние сенікі емес деді да. Мен көп ренжимін жалпы. Мынау менің идеям еді, мынау мен жазып едім деп ше. Мысалы, мынау балуантас кітап шықты. Қанша балуандар туралы. Балуандарға қатысты ұйымдар, балуандардың өздері, кейбір жағы тиктокер басқа болсын. Мен енді өліп талып қанша жыл тіртінектеп әр жерден жинап құрап жаздым ғой енді. Соны бір сілтеме бербестен ана өзі тапқан, өзі айтқандай болып, лайк жинап, авторитет болып сөйтіп жүрді. Мен бір екеуіне ренжіп әңгіме айтып, сол кезде айтқан еді, Абылай жазғанша сенікі, жазғаннан кейін халықтікі ғой деді. Бұл сондай принцип. Сондықтан мен қазір қатты бір қудалағым келмей отқан сол. Бірақ бірінші буындағы этап солай кетті ғой. Енді осы аралықта басшылық ауысып үлгерді. Мен енді былайша айтқанда не де болса бақсынап көрейін деп тағы бардым. Сол кезде бұл жолда ресми хатпен шықтым.
осылай да осылай, міне бұрын Ордалы жылан деген болса, енді оны білесіз, Ордалы жылан деген атақты кітап те, оңтүстік тақырыбындағы. Қандай кітап екен. Мынау енді оңтүстікті проблемаларын айтып, бірақ шешу жолдарын да айтып, және өшпенділікпен емес, махаббатпен, және де сондай бір политкорректно, яғни аузың қисық, мұрның қисық демей, этикетпен жаңағы саяси конъюнктура рамкілерінің аясында сондай бір қалай дейді, бір киімілгіштен пальтоны бүйтіп кигізеді ғой, жаңағы бір кісіге. Тура сондай әдеппен сын тұстары болса да солай кигізілген тұстармен берілген кітап деп. Сонымен ойбай абылай келе қал деген хабар келді. Сонымен ондай болса әрі әулиелердің басына зиярат етіп қайтайын, Арыстан бабқа, жаңағы Түркістанға әкеме барып бір көріп қайтайын, 80-дегі апама барып бетін бір сүйіп қайтайын деп сөйтіп ұшақпен ұшып келдім. Сонымен енді қалай дейді, Шымкент десең өзіңе тиеді дейді, жаңағыдай қабылдамайды. Енді өздерің кел дедіңдер ғой, киіп отырмын ғой деймін ғой, енді қабылдамайды. Ана басшы анда, мына басшы мында, қол тимей жатыр деп. Сосын сол Шымкент әкімдігі бар, қазір қаланың орталығында, үлкен, енді білесіз ғой, зданиясы. Соның жанында Диамонт дегенде бір кофе-бум деген кофейня бар. Шақыр, не болса да енді келдім ғой, бітіріп кетейін деп. Осы жерде күтейін деп. Күтейін деп. Таңертең 9-да барам, кешкі 6-7-де қайтам. Кетпеймін. Мен де анау пысқазаным 5 ай десе, отырайын 6 ай деген бар ғой. Мен де не болса да не бүк, не шығып кетейін дедім да. Бірақ қатты үміт күтіп те келген жоқ. Сонымен ана жерде 2 күн кәдімгі таңертең келем, кешке келем, өздері кел деген. Келіп отырмын, бірақ қабылдамайды. Сонымен уже түсінікті болып, мен де әрекетім қыла бастадым. Анаң телефон тауып ап, манаң телефон тауып ап деген. Мен енді отыра беремін бе, жоқ болса, жоқ деп айт. Я болса, я деп айт. Боқтап әрмен жүр десеңдер, боқтап әрмен жүр деп. Сонымен бір басшылығы қабылдады, бүйтіп лақтырады, кім жазды деді саған, не үшін жазасың, кімге керек деп. Сосын мен де тұрып түсіндім, енді былайша айтқан кезде әңгіменің бағытын, қандай қабылдау, реакция болып жатқан. Бірақ сонымен болыпты деп қайырылып, ары қарай өзім ауылыма Шәуілдірге кеттім. Бірақ бір нәрсе бар да, кейін реніш ретінде айттым өздеріне. Тура осы сияқты кітап, осы сияқты зерттеуді, мынау мысалы 400 беттен аса. Соның бір 70 беттік нұсқасын бір Францияның осындай аналитикалық компаниясы осы біздің еліміздегі бір партияға 16 миллионға 2010-11 жылдары 16 миллион теңгеге жазып берген. 70 беттік партиялық осындай идеологиялық бағыт бағдар аналитикалық кітап. Енді мен былайша айтқанда тегін өзі зерттеген адам көк түйін бермей алдына келіп тұр, бірінші. Екінші, идейный адам келіп тұрмын. Былайша айтқанда осыдан бір қаржы көріп қалайын, істеп қалайын деген емес, жаңағы мына проблеманы шешейікші деген адам келіп тұрмын. Тіпті мына кітаптың ішінде шешеден боқтауды қалай қоямыз деген тарауша бар да, 16 бет арналған. Мысалы, енді Шымкентке қатысты бір таңылған, айыпталатын бір момент қой. Жемқорлыққа қатысты дейді, анау дейді, мынау осындай бар. Көк түйін жасамай, енді 70 бет емес 400 беттік пәле миллионның зерттеуі өз аяғымен, өзі ұшаққа отырып, өзі келіп тұр алдында. Бір берілген жаңағы мемлекетшілдікті саласын зерттеп жүрген адам келіп тұр алдыңа. 2. Одан кейін өзіңнің жарайды жерлесің келіп тұр. 3. Осындай да. Сосын құр әшейін бүйтіп кіреуге бола ма деп емес, ресми хатпен келіп тұр. 4. Және өздерін келе қал деп шақырып тұрсын. 5. Енді жағы айтсаң тағы да өзіңе тиетті, мен қатты неге кетпей отырмын. Мынау Шымкенттің жұмсақ күші деген кітаптың принципінің өзі жалпы мынау Шымкент брендін қорғау, сақтау, бұған дейінгі келтірілген зақымдарды емдеу да. Мен қаттырақ айтам ойытқаным сол. Өйткені
мен мына кітаптың принципінен ауытқып кетейін деп отырмын да. Өйткені тағы айналып келгенде сіз мына подкастты көрген адамдар не демейді жаңағы оңбаған пәленше басшы түгенше басшы демейді, Шымкент қой дейді да, бренд тұрады тағы да. Түсінікті. Шымкенттің атына кір келеді. Шымкенттің адвокатының өзін өстіпті ғой дейді да. Енді басқаға қоя бер, басқаға не істемей жатыр деп айтады да. Сондықтан мен барынша жағы тілімді тартыңқырап отқаным сол да. Өйткені мен 400 бет жазған кітабымның принципінен ауытқып кеткен боламын да. Жағы түсініп отырмын. Иә. Негізі әкімнің идеология жөніндегі орынбасары кім? Сәрсен Құранбек па? Қазірге иә, сол кісі. Ол кісі сізді мүмкін өзінің бәсекелесі көріп отырған шығар. Мүмкін. Енді сіз дап-дайын адамсыз ғой. Барып сол жерге орынбасарға отырғызып қойса, сіз соны ала салып бірден іске кірісіп жүзеге асырып кететін адамсыз. Дайын программасы бар. Иә, дайын программасы бар. Мен енді Сәрсекеңді, енді мен Бейсен Құранбек, ол кісінің қатты жақын болдым демеймін, бірақ менталдық достық болған кісі. Көбіне мынау WhatsApp сол деңгейде жақынырақ байланысқанбыз. Мынау Сәкен Көкенов деген мен курстасым бар. Сол таныстырып, соны ары қарай ол кісімен пікір алмасу сондай жүзеге асып кеткен. Кейін ол кісі қайтқан кезде де мен мынау Бейсен Құранбекке арнап 3 мақала жаздым. Басқалары жазса жазған шығар, бірақ осы Бейсен Құранбектің ата-бабасы, анау ата-бабалық тізбегіне арнап бір мақала, ол мынау Мұнара газеті бар ғой, мүфтияттың, соған шықты. Сосын тағы бір бұл кісінің балуандығына қатысты, мен балуан тақырыбын зерттеп жүрмін ғой. Бейсен Құранбек балуан болған. Сол балуандығына қатысты жаздым, тағы бір жазғандарым бар. Сондықтан мен сонда ата-бабалар дейсіз ғой, мықты болған ба ата-бабалар? Иә. Мықтылардан мықты туады, иә сонда? Енді арғы аталары сондай діни, сондай үлкен таза кісілер болған. Жақсы. Сондықтан мен енді Сәрсекеңді қатты бүйтіп беттеспеген, жақындаспаған адамды, бір көп дидарласпаған, сұхбаттаспаған. Сондықтан мен ол кісіні қалай дегенде де мен Бейсен Құранбектің призмасында қабылдаймын да. Болады енді бір ағасын көрсең інісі де сондай деп тұрасың деп. Енді ол кісінің ішіне кіріп шыққан жоқпын, бірақ енді өкпем бар, ренішім бар. Неге ең болмағанда мына қазақта сөз бар ғой, табағына емес қабағына риза болып кеттік деген сөз бар ғой. Дастархан онша болмаса да, егер мына нәрсені шын мәнінде атқаруға көп ресурс та керек емес. Өйткені Шымкенттің ресурсы жетеді өзінде. Мысалы, өзінің адым ресурсы бар, ақпараттық ресурсы бар. Ол бүкіл Қазақстан бойынша Шымкентте ресурсқа ие өңір кемде кем. Егер істеймін деген болса, сұмдық ресурстың үстінде отыр олар. Сосын менің тарапынан атқаратын болса да, маған да көп ресурс қажет емес. Мен идеология тудырушы адам, мысалы, ең болмағанда қолдарында ресурс болмаса, қабақпен тойдырып жіберу керек еді. Көңіл дейді ғой, көңілмен қайт. Мына жағы болмаса, көңілмен толтыру керек еді орын. Мен әлі күнге үлкен реніштегі адам, негізі оңтүстіктің жалпы басшылығына, тіптен Түркістан облысы десе де болады. Өйткені мына жерде Шымкент деген сөз ол Түркістанда қамтылып кеткен. Өйткені екеуінің бөлінгені кеше ғана жаңағыдай екі объект не болды, екі бөлек ұйым болып, құрылым болып. Сондықтан өздерінің арларына сын ретінде қалдырдым да. Өйткені мынандай болады да, дер уақытында жасалмаған нәрсе ол құрдымға кетеді. Оны жасайым деп тұрған адамның күйі де ол кетеді. Бәрі өткінші мына өмірде ше. Сол уақытында жасалмаса, сен сол адамды қайтып алғанмен ол эмпатия, ол энергия, ол ықылас, ол махаббат болмайды. Мысалы, менде осындай бұл тек қана Шымкент басшылығы емес, жалпы жекелеген адамдардың да тарапынан осы кітап бойынша көрсетілген әрекеттерге байланысты менде үлкен реніш бар. Мысалы, жасыратын жоқ, Шымкентте андай бір уақиға болса, бірінші қуанып қалады екенмін да.
енді сондай деңгейде өзінің адвокаты, өзінің жағы идейный идеологы, идеологиямыз жанашырын сондай деңгейде бет қаратпайтындай қалай қылып жіберген деп өзім ойланып қаламын да. Не деген технологтар деп ше. И өзім абылай неге үйттің деп қайтып жинап аламын да. Абылай қойсайшы, сен мне мынаны бір марапат күтіп не істеп жазып едің деп. Енді кейде өзім жарыммен де пікірлесем, ол да айтады да, енді абылай қойсайшы дейді да, енді ренішіңді тый, ол өзіңе де жаман, өңірге де жаман, жағы мына ішінде қанша әруақтарды қозғадың, жағы енді ренішпен кейде айтып болатын кездерім болады. Ол сенің азаматтық парызың дейді да. Сен азаматтық парызыңды орындадың, құтылдың. Бірде біреу идеологиялық деңгейде тұрып берген емес, әйтпесе енді дәл осылай брендтік деңгейде басқа жағынан тұрып жатқан кісілер көп қой. Бір тиын алған жоқсын, былайша айтқанда, бұл адамдардың ортасында есептелмесе де, әруақтардың ортасында бұл солардың сен батасын алып тұрсың деп жұбатады да. Сонымен мен сондай бір көңілде қайтып өзім жинап алған жайым бар. Шымкентке сонда қандай басшы керек жалпы? О жаққа баратын адам қандай болу керек? Шымкентке мысалы менің өзім ойым, Шымкенттің адам болмау керек. Шеттен келу керек, иә? Менің түсінігімде, енді мен басқа пікір ретінде айтайыншы. Мынаны зерттеп келіп айтқан. Мынау егер сол Шымкент, сол өңірдің адам ретінде айтсам, мысалы да, мен айтар едім, жоқ, керек емес. Сол жердің өңірінің етмен ет, қанмен қан, топырағында өсіп, өнген, суын ішкен, жағы өрігін жеген, алмасын терген, қойын баққан жігіт болу керек дер едім. Бірақ екінші Абылай бар да, ол мынау кітапты жазған, ғалым, мемлекетшілдікті зерттеп жүрген Абылай бар. Мен үзілді кесілді әзір керек емес деп айтпаймын мен. Бір андай болады ғой, бір 10-15 жыл ана жердің қалыптасып қалған үдерістерін ретке келтіруге, тәртіпке келтіруге мүмкін сырттан адам келу керек шығар. Және ол жай адам емес, мынау Катани образындағы, енді білесіз ғой, Катани деген киноны 90-шы жылдарда, сондай қайраткер, қаһарман, сондай берілмейтін мемлекетшілдік санаға ие адам келу керек деп ойлаймын. Жақсы. Онда міне сөзіңіз аузыңызда. Онда Берденовке өтейікші, Берденовді. Міне ол да енді сол Катания кейпінде барды деп өзім солай қабылдаймын. Қазақтың бір маңдайына туа біткен азаматымыздан енді айырылып қала жаздадық. Сол Шымкентте болып отыр бұл оқиға. Осыған қатысты енді сіз маман ретінде қандай ойыңызды айтасыз? Тура осы сұрақты мен жақында бір порталға берген сұхбатым бар. Осы уақиғадан кейін берген сұхбатым бар. Енді ол кісі барынша негатив жағынан сұрақтар қойып шығарғысы келді, мысалы журналист. Өйткені енді анау Берденов уақиғасы тура қайнап жатқан уақыт еді. Бірақ мен ол кезде түсіндім да, бұл жерде позитивті айту керек екен. Сондықтан ол жерде мен позитивті айтып шықтым. Және ол сұхбаттың тақырыбы Түркістан адыраспан, Шымкент қызғалдақ деген. Тура оның ішінде де осы мәселе қозғалды. Сондықтан мен қатты комментарий бергім келмейді, бірақ бір нәрсені айтқым келеді. Мынау енді өңірге қатысты айтайыншы бұл жерде. Бірісіне қарасаң қолыңды өлгің келеді, бірісіне қарасаң жолыңды өлгің келеді деген нағыз осы ситуацияда. Енді мен Шымкент оңтүстік жаман демеймін. Ол жаңа айттым ғой, оның проект болғанын, сырттан таңылғанын, бірақ өзінің де проблемалар жетеді. Сөккенің болсын, сүйгенің дейді да. Яғни сен шын сүйсең, оның кемшілігін де біліп, онда қоса шешу жолдары айта отырып сүюің керек та. Мен сол принципті ұстанамын. Енді Берденов, ол жерден де түрлі біз білмейтін бір ағыстар мүмкін бар шығар. Енді бұлай сыртынан қарасаң бір тұрмыстық не сияқты болды. Оны ойлану керек, талдау керек. Мен бүйтіп басы бүтін Берденов кейсін қарастырмадым әлі. Өйткені қалай дейді, бұндай масқарашылық
ол көптен бері болмап еді да. Мынау Шымкент бренді деп шырылдап жүрген адам ғой. Енді Шымкенттің бренді бұл түскен зақымнан қалай емделіп шығатындарын білмеймін. Осы жерден де палуандар арқылы бір астарлап жауап бергім келеді. Мынау Түркістан мен Шәуілдірдің ортасында Қанттоғай деген жер бар. Сол жерде бір замандар Бақтияр деген балуан өткен екен да. Бақтияр деген балуан өткен. Сол балуанның әкесі өзін өткен балуан екен. Сөйтсе сол Қанттоғайда бір жолбарыс болады екен. Сол жолбарыс жатқан жерде ылғи жағдай кімдер адамдар ана жерде жолбарыс бар деп айналып өтеді ғой. Құрсын бәлесін аулақ деп жағдай. Сөйтсе бұның әкесі жаңағы кісінің сол жермен өте береді дейді да, күнде. Сөйтіп бұл байқап жүреді. Мен де әкемнен кем туған жоқпын ғой. Неге мен жолбарыстан қорқам, сол қаннан мен де шықтым ғой, сол белде мен де тудым ғой дейді да. Бақтияр балуан атына отырып, қылышын асынып, тура сол жолбарыс жатқанмен өтеді ғой, әкесі жүретін жолмен. Сөйтсе жолбарыс бұны көріп атылады мынаған. Сол кезде ананы алды да шауып тастайды ғой. Сөйтіп екі терісін сыпырып алып, Бақтияр балуан мәз дейді, әкесіне келіп мақтанады ғой. Әке, мен сізден кем тумаппын, өтіп бара жатырмын, ана айтып жүрген жолбарыстары жұрттан қорқып маған атылды, алдымда шауып тастадым, міне терісі деп. Сөйтсе әкесі ашуланады дейді. Балам деп, мысқамапты ғой сенде деп ше. Мысқамапты ғой. Мен өткенде ол құйрығын бұтының астына қысып алып, басын бұғып, мен жаққа қарауға шамасы жетпей жататын еді. Саған бүйтіп қарамақ түгілі атылыпты ғой, мен ұрпағым азған екен ғой. Білесің ба депті. Мен өзім әкемнен әлсіздеуім депті да. Сен бізден кетіп қапсың депті. Енді анау-мынау дегім келмейді. Мынау оқиға қай кезде болып жатыр? Өздеріңіз топшылай беріңіздер. Түсінікті, иә. Түсінікті. Шымқалада неге бәлеқор блогер мен журналистер көп? Бұл тақырыпта мына кітаптың ішінде көтерілген. Мен енді бұл енді жалпы Шымқалаға емес, бүкіл Қазақстанға қатысты жүйелік мәселе деп ойлаймын. Бұл тенденцияның ушығып кетуіне де тікелей сол идеологтардың өздерінің кінәсі. Былайша айтқан кезде мен мына кітапта оған мен ақпараттық рекет деген анықтама бергем, сөйтіп түсіндіріп өткем. Бір тарау бар. Сондай ақпараттық шабуылдар, тағы басқа деген мәселелерге арналған. Оларға қалай тойтарыс беру керек, иә? Енді тойтарыс беру керек дегеннен емес, қалай реакция беру керек. Мысалы, өткенде бір жерде енді кішігірім тренинг бердім осындай. Сода осыдан мысал етіп айттым да. Мысалы, бір жағдай болады. Сіздің бір ұйымның, мекеменің сіз басшысыз делік. Мысалы, құрылыс компаниясының басшысыз делік. Сол құрылыс салынып жатқан кезде бір жұмысшы алады да құлап кетеді мысалы. Бәрі шулайды, дұрыс па? Елдің бәрі анан бұқаралық ақпарат жазады, блогер жазады, басқа жазады. Сен не істей аласың? Ештеңе істей алмайсың, өйткені ол факт. Сен тек қана соны қабылдап, спин доктор ғана жасай аласың. Осындай да ұғым бар. Яғни сен сол болып қойған салдармен ғана жұмыс жасайсың. Соны реттеп, жағдай халыққа өкінетініңді, жағдай отбасына көмек болатын деген сияқты реакция ғана таныта аласың. Ал енді бір жағдай болады. Сен құрылысың жүріп жатыр, ешкім құлаған жоқ, бәрі керемет. Бірақ біреулер тырнақ астына кіріздеп соқтыға береді. Ана жер мындай, мына жер сондай. Анау жұмысшы құлайын деп жатыр, жоқ құлаған жоқ әлі. Құлайын деп жатыр, жіп үзілейін деп жатыр, кірпіш андай екен, мындай екен деп. Сөйтіп шулатып жатыр мысалды. А бұл кезде қалай реакция бересің? Ана екеуі екі түрлі ғой. Ананы қабылдайсың сен. Қалама, өткен жұмысшы құлап қойды уже. Сен тек сол фактіні қабылдап, соған қарай әрекет етесің да. А мына жағдайда қалай әрекет етесің деген сұрақта. Мынау қиын екінші жағдай, иә? Мысалы, көбіне енді мен Шымкент жаман демеймін да. Шымкенттің жақсылығы өте көп. Тек соны негативі басып кетіп жатыр да, қайта-қайта. Мына кітаптың жазылуының да өзі бір мәні сол ғой. Эфирді бермейді ғой, білесіз ғой. Қашан көрсең, Шымкент бүйтіпті, Шымкент сөйтіпті. Бір күні атып кетеді, бір күні жатып кетеді, бір күні сүрініп қалады, бір күні боқтасады, бір күні жағасы тұсады.
деген сияқты бір бітпейтін тау тамай, Қазақстанда басқа өңір жоқ сияқты, театр сияқты, қалған бір көрермен сияқты, 19 өңір ма қарап отыратын ана бүйтіп шапалақтап, тағы не болады екен, тағы не береді екен деп. Енді осындай жағдайлармен де мынанда қалай жұмыс істеу керек идеологтар деген бар да. Мысалы ол да бар, ақпараттық рекет. Мысалы ол белгілі бір деңгейде мысалы содан мал табу, дүние табу, нәпақа айыру кәсіпке айналып кетті да, ол да ше. Сондықтан мен ақпараттық рекет деп отырмын да бұны. Бұл жалпы тенденция емес, Шымкент емес, осы жағдай ақпараттық рекет деп отырмын. Мысалы мен мынау балуантас кітабын жаздым мысалы да. Ұлттық спорт бағытында жұмыс жасап жатырмын. Қанша кітаптардың әзір тұрғанын айттым. 4 том көкпар кітабы, анау тұр дедім. Балуантас академиясын құрдым. Енді мен мысалы сұрап жатырмын да, бірақ мен адамгершілікпен қолдаңыздар осылай деп сұрап жатырмын. Бірақ ақпараттық рекет жасап та әрекет етіп жатқандар бар да, және олар діттегеніне жетіп отыр да. Мысалы осының өзін айналасында айтатын болсақ, менің мынандай 1000 беттік ғылыми зерттеулеріме бір тиын ала алмай отырмын, мысалы да, бір тиын ала алмай отырмын. Тіптен атын айтпай ақ қояйын, бір федерация басшыларынан итте битте біздің кәсіппен спортпен айналысатын болды ғой дегенде сөз естіп отырмын да. Бірақ сізді бәсекелес көріп отырған. Ал енді жағдай технология қолданып ақпараттық рекет жасап отқандарға мынадай дүниелеріне миллиондап, ондаған беріп отыр. Мен пәлен түген демей ақ қойын, бәрі заңның аясында жасалып жатқан шығар. Бірақ анау жыламаған балаға емшек жоқ деген дәл келмейтін шығар бұған. Бірақ шамамен сондай да. Сосын тағы бір мәселе бар да. Неге көп деп жатсыз ғой? Осы жағы бар. Одан кейін мәселе де көп та. Мәселе де көп. Оның бәрі енді дүние үшін, не үшін деп те әрекет етіп жатыр деп ойламаймын, осындайға барып жатыр деп. Мысалы, әділетті түрде мәселе көтеріп, дабыл қағып жүргендер де бар да, оларға да қиянат жасамау керек. Ол енді шын мәніндегі қоғамдық белсенді азаматтар демократия берген құқығын пайдаланып, өзінің көзқарасын жеткізіп жатыр. Бірақ оларға да қатысты менің айтып жүрген бір әңгімем бар да. Сына, бірақ сыбама деймін да. Және де сынайды екесін, оның шешімін де айтты. Сосын ана жерде жатқан, мысалы Шымкент мысалында дейікші, Шымкенттің бір кішкентай бір көшесінде бір шұқанақ жол болса, оны сол көшеге жауаптыға жеткіз сен алдымен. Жоқ, Астанада отқан, Алматыда отқан, мына АП-нің деңгейінде оны шулатып қажет не? Бірақ солай да. Сосын енді бүкіл Қазақстан бар, сосын оңтүстік бар ғой. Неге екенін білмеймін, осы оңтүстіктің көп жағдай шулататын, айқайлататын кісілердің дауысы ащырақ және өтімдірек. Оларды бүкіл Қазақстан көреді. Ал енді өңір сол павлодарлық блогерлерді Қазақстан көріп отқан жоқ. Көрсе сол Павлодар облысының әкімдігі соны айтып отырмын ғой. Сол бар. Одан кейін дауысы ащырақ және өтімдірек дедім ғой. Одан кейін қалай дейді? Қамтуы кең да. Қамтуы кең. Бірақ олар бір нәрсені ескермейді да. Олар сонысымен біліп білмей қиянат жасап отыр ма? Тағы да Шымкент брендін ойсыратып жатыр да. Тағы да адам битпейді. Пәленше әкім, түгенше басқарма басшысы, анау нені субподрядчик деп қарамайды. Шымкент бүйтіп жатыр екен. Шымкент сөйтіп жатыр екен дейді да. Өзі онсыз да әбден анау зақымнан сау тамтығы қалмаған брендтің туталақайын шығарады да, іштен отырып алып. Ол да бар да. Енді мәселеге жан жақты қарау керек қой бұндай мәселелерге. Өйткені жалпы политтехнологияның дамыған жерде Шымкент қой, тарихи тұрғыда да. Енді басқа емес, көріп отырсыз, Шымкенттің, енді мен өзімнің қанынан, жанымнан, топырағымнан ажырап кете алмаймын. Саяси технология туралы тұңғыш қазақша кітап, қазақстандық кітапты да мен жазып отырмын. Осы оңтүстіктің адам жазып отыр да. Осының өзі көптен хабар береді деп, көп нәрседен хабар береді деп ойлаймын. Енді соңына кеп қалып деп жатсыз, бір нәрсені айтқым келеді. Бір әдемі бір
әулиелерден қалған бір нақыл бар. Ол сөз өзіме де қуат береді. Ол айтады да, әулиенің өткен шағы бар дейді. Күнәһардың болашағы бар дейді. Әулиенің өткен шағы бар, күнәһардың болашағы бар. Өйткені әулиенің өткен шағы болатыны, оның барыдан ары өткен шағы. Жасаған құлшылығы, ғибадаты, таңды таң құрған, көз ілмеген Құдайға жолында құрбандығы, ол сонысымен әулие болып тұр да, өткен шағы бар. Күнәһардың үміті бар. Алда жаңағыдай әлі де оңалам, әлі Құдайға жол табам, әлі де дұрысталам деген несі бар да, өткені біткен оның. Бірақ әулие ол өмір деген мынандай да, өмір аяқталғанша ол әулиелігін ұстап тұра ала ма, ұстап тұра алмай ма. Мысалы, көшеде кетіп барады бір ит шөлден өлейін деп жатыр, мысалы дейін да. Соған ана әулие өй деп жаңағыдай тыжырынып өтіп кетсе, Құдай оның әулиелігін ақ қоюы мүмкін да. О дүниеде қара бет болып баруы мүмкін ертең өлсе. Ал енді күнәһар, сонша күнәһар қалпымен өтіп барады. Мына итке су берейші деп, ана жерден бұрылып кеп су берсе, Құдай оның жаңағы өткен шағын бәрін неге баланстан шығарып, бір осыған жаңағы әулиелік дәреже беріп, о дүниеге басқаша дәрежемен бару мүмкін да. Енді бұны мен не үшін айтып жатырмын? Адам ретінде де айтып отырмын, өзіме де күш беретін нақылды. Өйткені болашағым бар ғой деп ойлаймын, пендеміз ғой енді бәріміз. Шымкенттің де болашағы бар деп ойлаймын. Және жай болашақ емес, зор болашақ. Енді Шымкенттің потенциалында мен зерттеп келдім ғой. Потенциал енді кем деген біздің өңірлерде ше. Онымен теңесетін Алматы, Астана дейміз ғой. Оның өзін ойлану керек. Дұрыс. Өйткені Ойындаймыз. Түркістан екеуімен қосқанда ол енді Шымкенттің потенциалын мынау мемлекетшілдік бағытқа жұмыс ететін болсаң, мынау Қазақстанды үлкен өзгеріс әкеле алады. Енді мен ылғи қайталап айтуды жақсы көретін бір сөз бар. Қазақстанды дұрыстағың келсе, өңдегің келсе, реттегің келсе, Түркістаннан баста, Шымкенттен баста деп. Өйткені біздің матрицамыз осында. Судың басы сол жақтан ағып жатыр, бұлақтың басы. Сол жерді реттесе, мына жақтың бәрі таза болып ағады. Яғни жүйе құраушы өңір. Жүйе құраушы өңір. Кеше Айдос Сарымды айтып отыр, естіңіз ғой мәлімдемесін. Не дейді? Қазақстанның қарулы күштерінің қанша деді? 70% қателеспесем, оңтүстік өңірлерінің тумалары екен негізінен. Батыстан сол Ақтөбе бар деген секілді, әскерге баруда да. Енді мүмкін плюс-минус жаңылып айтып отыруым да мүмкін. Соның өзінің 47% тек Түркістан облысы төңірегіне жинап алған деген сияқты әңгіме естідім да. Түсіне беріңіз. Өзі бүкіл әскерің сол жақтан жиналған болса, соның 47-50%-дайын тек сол Түркістанның төңірегінен жинап алған дейді да. Бұның өзі нені білдіреді? Бұның өзі айналып келгенде, егер шын елдік санаға егер мемлекет болсын, Қазақстан болсын десең, сен Шымкент пен Түркістанға қайырылмай қоймайсың. Оны ана отаршылдар әдейі андай дұшпан көріп, андай конструкцияларды, шаблондар бекерге жасап кеткен жоқ. Олар үлгермей қалды да. Мына шетінен жайлап жағы бәрін қаусатып қиратып келе жатқан ғой, үтіктеп. Бірақ оңтүстікке зұлым қолдар жетпей қалды. Сөйтіп сақталып қалды. Мынау Дидахмет Әшімхан деген ағамыздың бір керемет сөзін келтірдім ішінде. Сол кісінің тамсанып отырып бір айтатын бір диалогы бар. Осы оңтүстікке қатысты. Құдай сендерді былай дейді, тәуелсіздік кезге резерв ретінде сақтаған ғой деген сипатта айтатын әңгімесі бар. Яғни ертең тәуелсіздік алған кезде, енді тәуелсіздік, мемлекетшілдік бір жерден күш алу керек қой. Сол кезге Құдай бір сақтап қойған резерв дейді. Анау ашаршылықтан да, жақсылық жаманды қатты ұшырамай, тағы басқа репрессия деген секілдіге де қатты ұшырамай өткен өңір. Өйткені репрессияда болды, бірақ мен өзіміздің ауылдағы қариялардың әңгімесін естісем, тап басқалар жақтағыдай сондай бір анау басшылықтағы адамдар қиянат жасамаған, ұстап бермеген. Тіптен мынау 30-шы жылдары бар ғой, 30-шы жылдары қамбалардан кәдімгі совхоз басшылары қап
бидайды келесі қапқоз ашып жатса, ана совхоз қапқоздың басшысы мыналарға бергізіп отқан. Оны бәрі көріп отқан. Оны жағы хабарлап қоятын адамдар да хабарламаған да. Анау енді бұл оңтүстіктің плюс жағы, оңтүстікте заң жоқ деп те жататын да бір әңгімелер бар да. Бұл енді оның плюс жағы да. Мысалы Совет одағының өзі ол жерде өзінің анау тоталитарлық несін жұмыс жасата алмағанда. Неге? Өйткені ағайыншылдық, туыстық, ана сенің айдалада Кремльде отқан Сталиніңнен, Лениннен жақынырақ болғанда, ол өзінің ағайын ұстап бермейді, көріп отыр, қаптап мынаған беріп жатқан. Мына совхоз ашығып жатыр, бере тұршы дейді. 5-6 жағы қанарғаппен наларға береді. Жағы жігіттер енді байқаймыз ғой дейді. Иә дейді да, бәрі әндемей жұмысын жасап кете береді. Налар аштықтан құтылады. Тап сол сияқты 60-70 жылдар кәсіпкер болған кісілер бар да. Кәдімгідей, енді ол бөлек әңгіме. Тек қана негатив болып кетпесін деп жатқаным ғой. Жалпы Шымкент, Түркістан бұл енді Құдайдың назарындағы өңір деп ойлаймын. Бір әдем бір сөзім бар, бұл жаққа баратын бір-ақ есік бар да, бірақ оның ішінен сыртқа қарайтын 1000 есігі бар жер. 1000 терезесі бар жер. Яғни жағы креатив, түрлі көзқарастардың болуы, адамдардың жағдай еркінірек болуы, форматының еркінірек болуы, бұл өңірдің бір Құдай беріп қойған өз несібесі. Мен көбірек тіптен оңтүстік тұрғындары форматы жағынан мынау америкалықтарға ұқсайма деп те ойлаймын. Сәл мынандай мынау нарықтық заманға да бейімірек, көп жағынан бейімірек. Иә. Сондай бар ондай. Дайындығы, былайша айтқанда, мына заманға дайын күйінше келді да. Дұрыс. Жақсы, рұқсат болса аяқтайық онда осымен. Жақсы. Енді Шымкентке қатысты шынында да көп нәрсе айтылды ғой. Оны біз мойындаймыз, және де енді Павлодарда болғанда стереотиппен өмір сүрдік, Астанаға келгеннен кейін көрдік, араластық, мысалы одан кейін ойымыз өзгерді, ол шыны керек. Бірақ сол жақта тұратын негізі павлодарлық жерлестеріміз ондай ой бар әлі күнге шейін Шымкентке қатысты. Негізі айтарыңыз көп еді, көп тақырып қамтылмай қалды. Осы сұхбатымыз алла жазса міне жақсы өтіп, халық қабылдап жатса, онда келесі сұхбатқа енді келісесіз деп ойлаймын. Жақсы. Рахмет сізге де. Жақсы. Байланыстамыз. Құрметті көрермен, онда қолдаңыздар, бас бармақты басыңыздар, пікір жазыңыздар, видеоны таратыңыздар. Келесі көріскенше.